Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал мен бүгін сіздерге бастауыш сынып балаларына арналған эксперимент түрімен бөлісетін боламын. Яғни дәлірек айтқан кезде баламызға вулкан жасап көрсетеміз. Ал бисмилля, экспериментімізге кірісейік. Бізге вулкан, яғни жанартау жасау үшін қандай заттар керек болады? Ол ас содасы, лимон қышқылы, ыдыс жууға арналған сұйықтық, кез келген түрі жарай береді. Және де тағамдық бояғыш зат, менде оранжевый түсі, мейлінше егер қызыл түс болса тіптен жақсы. Менің қолымдағы ол халал сертификатын алған, КМДБ бекіткен асыл компаниясының тағамдық бояғышы. Өздеріңізге скриндап алсаңыздар болады, тағамдарыңызға қосқан кезде сол халалдық өнім болу үшін. Және де орта жасау үшін, яғни шынымен де вулкан ол жер бетінде орналасқан, жан жағында ағаштар, шөптер орналасатын балаңызға бейнелегіңіз келсе, осындай қолдан жасалынған боялынған күріштерді қолдансаңыздар болады. Және де осындай бос банка қажет болады, кішкентай мөлшердегі, кез келген пайдалана берсеңіздер болады. Фольга және де орта жасау үшін бір шұңғылдау үлкенірек ыдыс қажет болады. Және де бізге қосымша осындай пипетка қажет болады. Бұнда пипетка жоқ болса, балаларыңызға беретін дітіре бар ғой, содағы пипетканы қолдансаңыздар болады, және су. Қажетті заттарымыздың барлығын дайындап алдық. Енді жанартау жасауға кірісіп кетеміз. Ең алдымен бос бутылкамызды фольга қағазымен әдемілеп тұрып орап аламыз. Екінші жанартау тұратын ортасына жасап аламыз. Бізде орта үшін түрлі түсті күріштер алынған. Егер сізде шөптер болатын болса, не болмаса топырақ болады, құм болса, соларды да ақырын қолданып жүрсеңіздер болады. Тарелка емес, подностарды, тақтайдың өзінде ақырын қолдансаңыз болады. Мен қызыма екі қолмен бірге жұмыс жасау үшін 2 қасықты бердім. Яғни оң жақ ми жарты шарын, сол жақ ми жарты шарын қатарынан дамыту үшін. Құрметті канал қонақтары, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді біз 3-ші кезеңге өтеміз. Дайындап қойған ортамызға жанартауымызды қойып, ішіне қажетті заттарды жанартаудың атқылау үшін барлығын салып шығамыз. Менде бетатеяның қасығы, яғни шай қасық деп есептесеңіздер болады. Стаканның не болмаса және дайындап қойған банкаңыздың көлеміне қарай бір ас қасықтан не болмаса бір шай қасықтан қоссаңыздар болады. Енді барлығын салып шығайық. Бір ас қасық сода, бір ас қасық лимон қышқылы, бір ас қасық тағамдық бояғыш, бір ас қасық сұйықтығымызды барлығын салып шығамыз. Бұл жерде реттілікті сақтаудың қажеті жоқ. Бастысы барлық ингредиенттер аталынған, солардың барлығы банканың ішіне салынса болды. Енді 4-ші кезеңімізге өтеміз. Бұл жерде бастысы сабырлық және де асықпау қажет болады. Дайындап қойған бір стакан суымызды пипетканың көмегімен ақырындап жанартауымыздың ішіне құя бастаймыз. 4-ші кезеңде бастысы біздегі сабырлық. Жоғарыда айтып кеткендей, стакандағы суды не болмаса краннан бірден құйып жермей, осылай пипеткамен біртіндеп құятын болсаңыз, жанартауыңыз
реакцияланып атқылайтын болады. Бұл балаға эмоция сыйлайтыны хақ. Бастауыш сынып оқитын балаңызға, не болмаса 3-5 жастағы балаңызға дәл осы ойынды ойнатсаңыз болады. Егер бастауыш сынып оқитын болса, бұл балаға Жанартаудағы қандай реакция жүреді, не үшін атқылайды, соның барлығын қосымша мағлұмат ретінде өзіңіз беріп кетсеңіздер болады. Тіптен бұл экспериментті дүниетану пәнінің мұғалімдері қолданса да болады. Мінекей біздің Жанартау экспериментіміз осымен аяқталды. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Біз үшін бұл үлкен қолдау болып табылады. Соңына дейін көрсеңіздер алғысымыз шексіз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.